Жүрек туралы сіз білмейтін қызықты 5 факт. Бірінші, жүректің өз миы бар. Жүректің құрамында нейрондардың күрделі желісі бар, оны көбінесе жүрек миы немесе ішкі жүрек жүйке жүйесі деп атайды. Бұл шағын жүрекке жүрек соғу жиілігі мен қан қысымы сияқты функцияға әсер ете отырып, өз бетінше сезінуге, ақпаратты өңдеуге және шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Екінші, жүректің магниттік өрісі. Жүрек дененің ең күшті ырғақты электромагниттік өрісін жасайды. Ол денеден бірнеше километрге созылады. Бұл магниттік өріс тек жүрек қызметінде рөл ойнап қана қоймайды, айналадағы адамдарға әсер етіп, адамдар арасындағы жүрек байланысы ықпал етуі мүмкін. Үшінші, жүрек жасушаларының регенеративті потенциалы. Денедегі көптеген басқа да жасушалардан айырмашылығы, жүрек бұлшықет жасушаларының кардиомиоциттердің регенеративті мүмкіндіктері шектеулі. Дегенмен, соңғы зерттеулер бойынша ғалымдар жүректе тырнақтың зақымдалған тінін ашу үшін белсендірілуі мүмкін ұйықтап жатқан бағаналы жасушалары болуы мүмкін деп болжайды. Төртінші, жүректің гормондық өндірісі. Жүрек жай ғана насос емес, бұл сонымен қатар эндокриндік ағза. Ол қан қысымын, сұйықтық тепе-теңдігін, электролит гомеостазын реттеуде маңызды рөл атқаратын атриалды натриуретикалық пептид және мидың натриуретикалық пептиді сияқты гормондар шығарады. Бесінші, жүрекке эмоционалдық әсері. Эмоционалды тәжірибелер жүрекке қатты әсер етуі мүмкін. Жаралы жүрек синдромы немесе такацуба кардиомиопатиясы сияқты жағдайлар инфарктқа ұқсас белгілерді тудыратын күшті эмоционалды стресстен туындауы мүмкін. Бұл құбылыс эмоционалды жағдайға күрделі байланысты көрсетеді. Ақпаратым ұнаса, лайк басып, комментарийға сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Сонымен қатар менің де басқа да видеоларымды көрсеңіздер болады. Ссылкасын видеода қалдырамын. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар, ауырмаңыздар.